Қайырлы күн, пахлаваның рецептімен бөлісемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі 2 жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары майымыз, сары май 140 грамм болу керек, және ұнымыз електен өткізілген 300 грамм болу керек, және қамыр қопсытқыш 8 грамм болу керек. Мен алдын ала дайындап қойдым, және қаймағымыз болу керек 60 грамм. Жұмыртқаны ақуызынан ажыратып аламыз. Бізге сарысы қажет, ақуызы начинкасына қажет болады. 2 жұмыртқаны ақуызынан ажыратып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Кез келген сары май жарай береді. Сары май 140 грамм болу қажет. 60 грамм қаймағымызды қосамыз. 20%. Кез келген қаймақ жарай береді. Барлығын мұқият араластырамыз. Електен өткізілген жоғары сұрыпты ұн қосамыз. Ұнымыз 300 грамм болу тиіс. Бәрін мұқият араластырамыз. Сосын қамыр қопсытқыш 8 грамм қосамыз. Бәрін араластырып, қолдың көмегімен біріктіреміз. Нығыз массы болғанша қолға жабыспайтын әдемі тығыз массы болу қажет. Осындай тығыз массы болады. Пакетке 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Начинкасына жаңғақ пен арахис, 80 грамм қант және бағанағы жұмыртқаның сарысынан ажыратып алған ақуызымыз. Мен жаңғақ пен арахисті блендерден өткізіп дайындап қойғанмын. Жаңғағымыз 200 грамм, арахисіміз 150 грамм. Бәрін саламыз. Үстіне қантымызды қосамыз, 80 грамм. Ақуызымызды қосамыз. Жұмыртқадан ажыратып алған ақуызымызды қосамыз. Сосын қалауыңызша, тәтті жақсы көрсеңіз, бал қоссаңыз болады. Мен 1 қасық қана бал қостым, 2-3 қасық бал қоссаңыздар болады. Кез келген бал жарай береді. Бәрін біріктіріп араластырамыз. Міне начинкамыз дайын. Тындырып қойған тестімізді 3-ке бөліп, ұнның көмегімен домалақ форма болғанша тегістеп жаямыз. Сөйтіп формамызға салып, дайындап қойған начинкамызды үстіне қасықтың көмегімен біркелкі қып жаямыз. Келесі тестімізді дәл сондай формада жаямыз. Ұн қосып, қолдың көмегімен домалақ форма шыққанша қағылып, сөйтіп бағанағы салған начинкамыздың үстіне тестіміз салып біріктіреміз. Үстіне қалған начинкілерді саламыз. Қасықтың көмегімен, қолдың көмегімен тегістеп жайып шығамыз. 3-ші тестімізді жайып шығамыз. Дәл осындай формада домалақ қылып, үстіне салып біріктіреміз. Мен осылай узор салдым. Ромбик сияқты кесілу оңай болсын деп. Осындай ромбик салсаңыздар болады. Сосын жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Қызарып, әдемі болып пісіп тұру үшін. Әрбір узор салған ромбиктің бетіне жаңғақтарымызды қойып шығамыз. Мен жаңғақтың орташа түрін таңдадым. 180 градус пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Менде әсел пеш. Осылай қып-қызыл болып пісіп шығады. Начинкасына мүйіз өрік қоссаңыздар болады. Қалауыңыз бойынша мен тек арахис пен жаңғақ қостым. Егер тәттіні қатты жақсы көрсеңіздер, бал қоссаңыздар да болады. 3 қасық, 4 қасық, мен тек 1-2 қасық қана қостым. Осылай дастарханымызға қойып, ауызда еретін пахлавамен шай ішсеңіздер болады. Менің парақшам пайдалы болса, келуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қызықты рецепттермен бөлісемін. Сау болыңыздар.